Армысыздар достар, мен сіздерге бүгін көлде тауарлы балық өсіруге, көлді пайдаланудың, яғни қанша шабақ отырғызу керек, қалай өнім алу керек, өнімді қалай есептеу керек, сол жайлы сіздерге қарапайым сызба нұсқасын түсіндіргім келіп отыр. Ол үшін сіздерге көктем айында, ерте көктем айында салмағы 40-50 грамм болатын балық отырғызатын шабақтар қажет, яғни тұқы балығы. Бұл жерде сіздерге ең өсірудің, көлде тауарлы балық өсірудің екі жолы бар. Мысалы, сіздер табиғи қорымен өсірсеңіздер болады, қорек қорымен көлдің, немесе қосымша азық беру арқылы отырғызсаңыздар болады. Ол онда табиғи қорымен өсіретін болсаңыз, гектарына 175-200 дана балық шабағын отырғызасыз есептеп, қосымша азықтандыру арқылы гектарына 1000 данаға дейін тұқы балығын отырғызуға болады. Бұл жерде егер сіз 200 дана отырғызатын болсаңыз гектарына, оның 30%-ын жоққа санайсыз, яғни табиғи өлім әртүрлі жағдайларға. Сонда сізде 140 дана шығады гектарына, оны 100-ге көбейтесіз жалпы гектарға, сонда сізде 14 000 штук. Сізге 100 гектарға қажеті 14 000 дана балық шабақтары қажет болады сіздерге. Ал дәл солай азық беру арқылы сіз 1000 данаға дейін отырғызасыз, яғни оның 70%-ы 700 дана, оны жалпы гектарға көбейткенде сізде 70 000 дана балық шабағын көліңізге отырғызу керек болады. Ал енді балықтың өнімділігін анықтау үшін сіз осы шыққан жалпы санын балықтың бір вегетациялық сезонда өсетін салмағына, орташа салмағына көбейтесіз. Яғни ол біздің аймақтарда 450 грамм деп алсаңыздар болады. Бұл жерде 450 граммды балықтың жалпы санына көбейтесіз, және оны 1000-ға бөлесіз. Бірден килограмм табу үшін. Сонда сізде табиғи қорек қорымен өсірген балығыңыз бір жаздағы сізде 6 тонна 300 килограмм болады. Ал егер қосымша азық беру арқылы отырғызған балығыңыз сіздің 450-ге дәл мынандай көбейтесіз, және 1000-ға бөлсеңіз сізде 31 500 килограмм, яғни 31 тонна 500 килограмм балық өнімін ала аласыз. Ол үшін, мынандай өнімдерге жету үшін сіз көліңізде мелиорациялық жұмыстар жасауыңыз керек, яғни шлюздер орнату, басқа балықтардың кіруіне кедергі жасайтын әртүрлі торлар қою, яғни содан кейін көлдің табиғи балығын, яғни кәсіптік құны төмен торта, тыран, жылан балық, әртүрлі жыртқыш балықтар, соларды сіз жаппай аулап алып тастайсыз. Яғни көлді тек тұқы балығына босатасыз. Сол кезде сіз мынандай өнімдер ала аласыздар сіздер.